Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа пост Қазақстан мекен-жайы туралы айтып өтемін. Соңына дейін қараңыздар. Ол үшін коллокацияға кіріп, осы қызылды басамыз. Аты жөндеріңізді, өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз және номерлеріңізді жазасыздар. Алдын тіркелген. Қай қалада тұрасыз, қай облыста тұрасыз, сол жайлы жазып шығамыз. Мысалға мен Шымкент қаласы Абайский районын таңдадым. Самал 2, мына жерге улица. Әркім өз көшесін жазады және NX код сразу жазылады. Ол сол районға, сол облысқа байланысты әр NX код жазылады және қызылды басамыз. Ал мен алдын инэкспорт несінде берген мені жазамын. Қызылды басамыз және галочканы осы жерге қоямыз. Жүрекшеге сақталған заттарды алу үшін осы жерге әр затымызды таңдаймыз. Мысалға детский киім, аяқ киім таңдап шығамыз. Таңдаған затымызға оплата жасаймыз. Ол үшін қызылды басып, жаңа посттың мекен-жайын көреміз. Жаңа пост 470. Жаңа постты жазамыз. Мына мекен-жайы жазылған Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Жібек жолы, таңғы 162-ші жерден барып аламыз. Ал сіздер осы жерде мекен-жайды обязательно қарап, мұқият болыңыздар. Әр мекен-жайды мұқият болыңыздар. Өз мекен-жайларыңызда қай жерде, қай адреске баратынын тексеріп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Берген ақпаратым пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, пікір жазыңыздар. Рахмет.